Шығыс Қазақстандағы қалың қар салдары малдың азықтан тарығып жүдеуіне келіп соқты. Жем шөбі таусылған Марқакөл ауданының шаруалары қазір жергілікті билікпен көрші ауылдың көмегімен ғана амалдап отыр. Соған қарамастан ауа райына байланысты өңірде жарияланған төтенше жағдай бүгінде алынып, логистика қалпына келген. Алайда шаруашылық мәселесін жедел реттеу әзірге қиын болып тұр. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртай жалғастырады. Все, забуксовали. Где ваши 4 воды? Биыл ғана аудан статусын алған Марқакөлде қар бір жұмадан астам уақыт тоқтаусыз жауды. Ал оны күреу жұмысы қауырт жүргізілгенімен көшенің бәрін тазалау мүмкін болмады. Салдарынан елді мекенде төтенше жағдай жариялау қажеттігі туды. Себебі тұрғынның дені қар құрсауында қалып, кейбіріне азық-түлікті тікұшақпен жеткізуге тура келген. Шаруа жайы да тығырыққа тірелді. Январ қар басталғалы жолмен қиыншылық болып жатыр. Малдар далада жатыр, жылқы әкеле алмай отырмыз. Шаңғымен барып көріп кеп, енді қарап отырмыз, одан басқа амал жоқ. Ауа райының қолайсыздығынан жылқыны қыстауда ұстауда қиынға соққан. Жем шөпте мерзіміне жетпей таусылып, мал азықтан тарықты. Жергілікті биліктегілер төрт түлікті көрші ауылдың өрісіне жайып амалдауды ұсынған екен. Тау жақтан малдарын түсірмейміз дегенде халықтардың ішінде бар адамдар. Бірақ та біз олардың барлығына, егер түсірген жағдайда ол кісі жай күйі кетіп қалады деп қорқып отыр малдарының. Оған Марқакөлдің орталығында 100 тонна шамасында жем шөп дайын тұр. Ал Төсқайының жергілікті тұрғыны Мұратханның айтуынша, бұл елді мекенде жем шөп о бастан-ақ тапшы. Жаңбырлы күз бен қардың ерте түсуі мал азығын артығымен жинауға мүмкіндік бермепті. Шөпті көбінесе жылқы далада теміндеп шығатын. Соң шөпке расчет жасамайды. Үйдегі сиыр, қойдарға ғана шөп шабатымыз. Биыл сол енді жылқымыз шөпке отырып қалды. Сол шөптің жетіңкіремес, сол үшін ой жаққа түсіргей жатырмыз. Ахуалға байланысты өңірге 60 орам жем шөп жеткізілді. Одан бөлек 3,5 тонна концентрлі мал азығы әкелінген. Қазір таудан 135 бас жылқы қайтарылды. Елді мекендегі бүгінгі басты міндет төрт түлікті қырып алмау. Оразай Нұртайлы, Руслан Мұхамедияр, Алматы телеарнасы, Шығыс Қазақстан облысы.